Гүл шоқтары. Ортаға келіңіз, есімін атап тұрып шақырыңыз. Мына жерде тұра берейінші. Неге? Енді Балауса ханым былай ғой әңгіме. Жүрсек жүре береді екенбіз негізі. Келеді-ау, бүйтеді-ау, бір ойымызда негізі идеальный адам жоқ екен. Негізі қиялға беріліп, ойбай, мынандай болса екен қыздар, менің қиялымдағы қыз андай мындай деген нәрсе адамға салсақ аспандағы айды сұраймыз ғой. Сондықтан енді мен танысып көргім келеді. Ол арудың есімі, кеше менің идеалымдағы ару деген Жасмин. Жасмин. Ортаға шақырайық. Келіңіз. Келе ғой. Расулбек, ортаға қарай жақындасаңыз, микрофонды алып. Бір жұптыққа сөз салып атқан сияқты. Қалайсың, дезің? Ойбай. Ал айтарыңызды айтыңыз енді. Енді жаңағы естігендей, менімен таныстық бастап көруге ойың. Иә. Жауап. Иә, Расулбек, иә деп айт деген сияқтысыз. Жоқ енді басым жоқ бүйтеді да. Жоқ, өзінің ойын естіп алайықшы Жасминнің. Иә деп тұрсыз ба? Иә, мен айттым ғой, менде симпатия болған, бірақ менде сенімсіздік болған. Енді өзіңіздер де білесіз ғой, енді әрқайсы әңгімелер болады мына жерде. Сол бақылап жүргем. Енді неге танысып көрмеске? Егер менде бұрында болған болса симпатия, әзірде бар. Жаңа ғана басқаша айтып едіңіз, қазір басқаша. Расулға бір сұрақ қойсам болады ма? Иә, қойыңыз. Негізі Расул саған бұдан да бір әдемі қыздар келіп еді ғой. Неге бұл қызға жабысып қалдың сен? Түсінбедім. Бұдан да әдемі қыздар деп, бауырым, сонда сен өзіңнің таңдауыңды, өзің ғашық болған қызды төмендету астармен бит төмендетіп әкеп, сонда маған сұрақ қойып отырсың ба негізі? Бұл жерде сенің сұрағың былай болып түсініп отыр да, мені қазір сөзіңмен көтеріп отырсың, бірақ менің қасымда отқан қызды жерге түсіріп отырсың да. Жоқ, Расул төмендету туралы. Жауап берсінші, Аруна, пожалуйста, кірісе бермеш өтініш. Аруна, қосыласың, жауап берсің, қосыласың. Мен айтып немене бәрі жағаласып деймін да, Балауса ханым, сөйлесіп отырып Жауап беріңізші бірінші. Жауап бердіңіз ба? Шариярға. Енді тікелей шариярға да сұрақ қоймай, бір жағаласып, қайта не керексі бар, оның пікірін сұрадық Арунаны. Болды. Жоқ, Балауса ханым, сен өзіңнің таңдауыңды төмендетіп отырсың ба дейді маған. Өзі үміткер болып келіп Заринаға көкбетте отырған ажады сен емес па? Болды ма? Болды. Мен айтам да, төмендету туралы Расул айтпай ақ қойсыншы. Осы жерде мысалы, қандай қылып мысалы түсірді біраз қызды да, Заринаны да мысалы беріде шығар әйтеуір, Зарина кішкене қолпаштағаннан кейін барып, Расул да бүйтіп ығына жығылып қалғаны да, оның алдында да сен де талай түсірдің ғой осы жерде талай қыздарды. Ол не керексі бар? Ол әңгімең не керексі бар? Мен таныстығым басталды ғой, сол туралы әңгіме қозғағанша түсірдің, бүйттің, сүйттің. Не керексі бар Аруна?